Ассалаумағалейкум, құрметті Корея көмек оқырмандары, қайырлы кеш барлықтарыңызға. Менің даусым жақсы естіліп тұрма? Бүгін бізде тікелей эфир. Тікелей эфир кезінде оңтүстік Корея еліне келіп, оңтүстік Кореяның Инчхон әуежайынан қашып кеткен қазақстандық азаматтар туралы. Ол азаматтардың біреуі ұсталды, екінші азамат әлі күнге дейін іздестіріліп жатыр. Сол ақпарат бойынша қазір тағы бір сіздерге берілетін жаңадан келген ақпарат бар. Соны сіздерге берейін деп жатырмын. Оңтүстік Корея еліне келген Ирисбаев Нұрсұлтан Инчхон әуежайынан қашып кеткен. Автобустың, яғни терезесінен шығып, одан кейін 4 метр биіктіктегі темір қоршау, яғни колючий провод дейді. Сол проводтан бұл азаматтар секіріп қашып шығып кеткен. Секіріп шыққан кезінде киімдер жыртылған. Біз оның барлығын көрдік. Құрметті Корея елінде жүрген отандастар, және осы Нұрсұлтанға көмек беріп жатқан отандастар, сіздердің құлақтарыңызға алтын сырға қазір ғана келген ақпарат. Егер кімде-кім осы Нұрсұлтанға көмек беріп жатқан болса, не болмасам осы Нұрсұлтанның жасырылып жатқан жерінде соны біле тұра ақпарат бермей жатқан болса, және ол азамат ұсталып бейнебақылау камерасы арқылы табылатын болса, бұл азаматқа көмек беріп жатқан азаматтар да заңды болсын, заңсыз болсын, Корея елінен шығарылып, депортация жасалады. Депортациядан алдын үлкен айыппұл арқалайтын болады. Осы нәрсені ескерткіміз келеді. Сондықтан Нұрсұлтанның қасында жүрген азаматтар болатын болса, қорықпай байланысқа шықсаңыздар болады. Жаңағыдай сіздер туралы ақпарат ешқайда берілмейді. Оның жеке бастарыңыз, барлықтарыңыз сақталады. Ешқайда ешкім шықпайды. Одан кейін тағы бір келген ақпарат. Егер кімде-кім осы Ирисбеков Нұрсұлтан 2005 жылғы 03-09 жылы дүниеге келген Түркістан қаласының тумасы, осы азаматты және осы азамат туралы бізге ақпарат беретін болса, ол азаматқа Корея мемлекеті үлкен қаржылай сыйақы дайындап отыр. Осы нәрсені біз сіздерге ескерткіміз келеді. Және бізге ақпарат берген адамның жеке басы сақталатындығын ескертеміз. Еш уайымдамаңыздар, қорықпаңыздар. Біз не үшін бұл азаматты қазір елден шығару үшін әрекет жасап жатырмыз? Себебі Корея мемлекетінде 38 мыңнан астам Қазақстан азаматы бар. Бұл азаматтардың зияны соларға да тиіп жатыр. Қай елдің азаматысын десе, Қазақстан деп айтуға, көк паспортты көрсетуге бетіміз қалмады. Бет қалған жоқ. Бұл бәрібір ұсталады. Бейнебақылау камерасының бәрі ашылып жатыр. Қазір оңтүстік Кореяның Ансан қаласындамыз. Бүкіл барлық жерде миграция, полиция бәрі қазір басып кезіп жүр. Сондықтан Нұрсұлтан, егер мені көріп тұрған болсаң, телефонға байланысқа шық. Қанша рет саған жазып жатырмыз. Әкең ан жақта 2 күн бойы ұйықтамай шашын бәрі ағарып кетті. Әкеңді ойла. Елге қайт. Маған байланысқа шығатын болсаң, мен Қазақстанға жіберіп берем. Ақылым жетеді. Сондықтан осы Нұрсұлтанның қасында жүрген азаматтар болатын болса, шұғыл түрде бізге байланысқа шығыңыздар. Бұл азамат табылмай, енді Кореяның есігі қазақстандықтарға ашылмайды. Табылған күннің өзінде де енді қазақстандықтарды кедендік бақылаудағы тексеру алдында 100% болса, бұдан кейін 200% тексеретін болады. Өтте жаман іс жасады. Бір жағынан күлгің келеді, бір жағынан жылағың келеді. Қазақстанды позорын шығарды. Біздің статистикамыз осы 2 азаматты деп кәдімгідей Қазақстанның статистикасы Корея мемлекетінде көтеріліп кетті. Егер Нұрсұлтан байланысқа шығатын болсаң, не болмасам қасында жүргендер байланысқа шығатын болсаңыздар, мен сіздерге көмекті берем, ал сіздерге еш нәрсе болмайды. Маған байланысқа шығыңыздар. Осы посттың астында қазір мен видеоны қалдырам сіздерге. Байланысқа шығып, осы мәселені тезірек шешейік. Ол азаматты қасында жүрген балдар, бұл енді тілді де білмейді, еш нәрсені білмейді. Қасында бір балдар көмек беріп жүр екен. Қазір бір екі көліктер
көліктер туралы бізде ақпарат бар, ол көліктер тексеріліп жатыр. Егер ұсталатын болса, яғни қылмыскерді жасырған үшін, ол туралы ақпаратты бермеген үшін, ол азаматты қатаң жазаға тартылатынын хабарлаймын. Сондықтан уақыт бар кезінде, мен де бір аптадан соң Кореядан кетем, жігіттер, қыздар. Уақыт бар кезінде, пока мен осы жерде болып тұрған кезде, байланысқа шығыңыздар, мен мына мәселені шешіп берейін. Бізде 2 күн болды ұйықтаған жоқпыз, жан жақты тревога жасап жатыр. Байланысқа шығыңыздар, қасында жүргендер, қорықпаңыздар. Ал екінші ұсталған азамат Үмитжан, мен кеше сіздерге уәде бергендей, ол ұзағымен бір аптаның ішінде Қазақстанға қайтады. Корея елінде сотталмайды. Оның құжаттарын барлығын мен дайындап қойдым. Ол егер қызыққандар болса, сосын кейіннен Үмітпен байланысқа шығып, Самат не деді, қандай жұмыс жасады деп, Үмітпен ақпарат алмассаңыздар болады. Біздің бір ғана мақсатымыз Корея түрмесін қазақстандықтармен толтырмау. Бұл азамат қазір жұмыста істей алмайды, бір үйде тығылып жатыр. Бейнебақылау камерасының барлығы ашылды қазір. Жігіттер, қыздар, заңды бұзған адам, ол қылмыскер заң алдында жауабын беру керек. Заң алдында жауап беру керек. Ал ол қылмыскерді қолдаған адам, ол да заң алдында жауап береді. Ойламасын бізді таба алмайды деп. Корея мемлекеті бүкіл полицияның барлығы жұмысын бәрін тастап, осы Нұрсұлтанның артында жүр қазір. Бұл сіздерге күлкілі. Үйде отырып алып, о, Нұрсұлтан жарайсың деп тұрсыңдар. На самом деле, бұл Қазақстанның позорын шығарды. Жақындарымен, әкесімен байланыс орнатық. Әкесі де 2 күн бойы ұйықтамағандығын айтып, ал әкесі Корея еліндегі балдармен байланысқа шығып жатыр екен. Ол балдар, біз қорқамыз, біз нелегалмыз деп ақпаратты бермей жатыр екен. Маған байланысқа шығыңыздар. Маған байланысқа шығыңыздар, мен көмекті берем. Бүкіл Корея еліне позорды шығарып, қара бет қылды бұл жігіттер. Қазір күлет, міне енді басталады рейдтің көкесі. Қазір көшеде жүргеннің барлығына жаңа мен өзім өтіп бара жатырмын. Полиция маған тесіліп қарап тұр. Мына мойнымдағы бейжікті көріп, сосын үндемей кетті. Маған қарай келетқан еді. Осы нәрсе дұрыс па? Әуежай өткізген жоқ па? Бүйтіп енді бір қатты сөздер айтқым келіп тұр, өзімді ұстап тұрмын да қазір оразада. Әуежай кедендік бақылау сізді өткізген жоқ па? Тып-тыныш қайтыңыз. Виза жасап, виза елшілікке құжат тапсырыңыз да, визаңыз шықса, визамен келіңіз. Елдің бәрін быт-шытын шығармай. Сондықтан осы азаматты танитындар, білетіндер болса, қасында жүргендер болса, шұғыл түрде бізге байланысқа шығуларыңызды сұраймыз. Егер кім маған байланысқа шығып, осы азамат туралы ақпаратты беретін болса, Корея өте қомақты қаражат ұсынып жатыр қазір. Сол ақша қаржылай қолдау сіздерге беріледі, бізге ақпарат берген адамға, бірақ бізге ақпарат берген адамның жеке басы сақталады. Ол туралы ешқандай, еш жерде ақпарат шықпайды. Мен қазір осы видеодан кейін біз өзіміздің прямой нөмірімізді және WhatsApp желісіндегі нөмірлерімізді қалдырамыз. Жігіттер, қыздар, Корея елінде жүргендер, бірлесейік. Жалғыз біздің мына жерде мынау шырылдап жүргеніміз дұрыс емес. Жалғыз елшіліктің мына жерде шырылдап жүргені дұрыс емес. Ешкім ұйықтап жатқан жоқ қазір. Жесткий, мощный ертең сотталып кетеді. Мен тағы айтайын, жесткий, мощный ертең сотталып кетеді. Корея мемлекеті түрмеге кірген адамды ұрмайды, соқпайды. Просто мынау бастың ішіндегі холодец сияқты қимылдап тұрған миыңызды шірітет болды. Өмір бойы адам болмайсың. Өмір бойы адам болмайсың одан кейін. Кореяның түрмесін мен көріп жүрмін. Кореяның түрмелеріне кіріп жүрмін. Бұл нәрсенің барлығын білем, көзіммен көріп жүрмін. Алайда оларды видеоға түсіріп әлеуметтік желіге бізге беру құқық жоқ. Егер де сіз Кореяның түрмесін көргеніңізде еді, осындай іс-әрекет жасамайтын едіңіз. Не болмасам, осындай екі аяқты шакалдарды қолдамайтын едіңіз. Мен қазақстандықпын деп мына көкірек тұрғанды білеміз. Ал Корея еліне келіп, Корея елі болсын, басқа жер болсын, быт-шытын шығарып жатыр бәрі. Жігіттер, ойланайық, көзімізді ашайық. Мына ораза кезінде қазір
қазақстандықтардың жартысы қоңырау шалып жатыр, біз уже жұмысқа шықпай жатырмыз, үйде тығылып жатырмыз деп. Бір адамның кесірі қанша миллиондаған халыққа тиіп жатыр. O'zbekcha ham gapiring. Janubiy Koreya davlatining Incheon aeroportidan ikkita qozog'istonlik akamiz qochib ketgan. Ana o'sha insonlarni izlayapmiz. O'sha insonlar haqida biz post qo'yganmiz, kirib ko'rsanglar bo'ladi. O'sha insonning bittasi topildi, bittasi topilgani yo'q. Nimadan aeroport ichidan qochgan, 4 metrlik setkadan qochib chiqib ketgan. O'sha akalar izlanyapti hozir. To'qayevga yetkazaylik deydi. To'qayev ne isteydi? Ol o'zi deputatlarмен o'zlari bo'lib жүрген ular. Saylovning bari masxarasi chiqib. Jaraydi, ol endi Qozog'istonning siyosati olgan bizning қатысымыз жоқ. Jigitlar, qizlar, bizlarga bir gana o'tinish, birlesek, aqlga keleyik. Men tag'ir bir ret aytib жатырмын, Nursulton Irsbayev Turkiston qalasining azamati. Осы азамат қазір оңтүстік Кореяның Ансан қаласында болуы мүмкін деген ақпарат бар. Бұл азаматқа қолдау көрсетіп жатқан қазақстандық жігіттер бар. Сол қазақстандық жігіттерге айтарым, қасында жүргендер, маған байланысқа шығыңыздар. Сіздерге еш нәрсе болмайды. Сіздерге еш нәрсе болмайды. Мен сөзіме жауап берем. Еш нәрсе болмайды. Бұл балдарды аламда, анау бала уже екінші ұсталған бала, ол уже Қазақстанға кетеді, құжаттың бәрі дайын. Ал бұл баланы да тура солай Қазақстанға жіберіп берем. Ка ұстайтын болса, бұл кіретін жеріне. Сіздермен бірге болған Самат Ахмет, Ащы Кореяның шындықтары, соңғы оқиғалар. Я, айтамыз, жүректеріңізге қатты тисе ренжімеңіздер. Оразаларыңыз қабыл болсын.